Сәлеметсіздерме? Натюрморттың оңдық шешімімен жұмыс жүргізуді жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біздер натюрморттың ұсақ бөліктерімен және заттардың материалдығымен жұмыс жасаймыз. Шәйнек бұл металл, қара, қоңыр зат. Оның алдыңғы бөліктерінде жылт жерлері бар. Сонымен қатар шәйнектің металл бөліктерінің қырлары, қалыңдықтары, шәйнек бетіндегі шағылыс бөліктерді көрсетеміз. Көлеңке тұсындағы шағылыс жерді және тік көлеміндегі жарық бөлікті көрсетеміз. Жарық пен көлеңкенің айырмасы және табақ бетіндегі жарық пен көлеңкенің жазықтықтың айырмалығын көрсетуіміз керек. Табақ бізде көлбеу орналасқандықтан оның бетіндегі шеңберлерінің жарыққа қатынасты реңдерінің өзгеруін байқап отырмыз. Мына жерде сіздер ақ жарық бөлікті көріп отырсыздар. Және соғарғы жақ бөлігіне көлеңке, шынаяқтың жарық бөлігі, жылт жерлерін және жеңіл жарық көлеңкелерінің өтуін, тақтай бетінің қырларын көрсетуіміз керек. Және тақтай бет біздерде қоңыр күрең түске ие, бірақ та бұны қарындаштың күлеуімен жарық көлеңкенің әсерінен жазықтықтың бөлінуін көрсетуіміз керек. Және сондай-ақ сарымсақтың бөлінген бөліктері жарық көлеңке арқылы, форма арқылы көрсетуіміз керек. Және сонымен қатар пияздың жарық бөліктерін штрихтың көмегімен көлбеу етіп доғал көлденең сызықтармен көрсетуіміз керек. Онан кейін ақ матаның негізгі тік қабырғаларымен жұмыс жасаймыз. Натюрморттың алдыңғы қырларымен және натюрморттың артқы өңдерін және тік қабырғаның көлденең қабырғаның қиылысқан бөліктерін штрихтауымыз керек. Қоңыр матаны да қара матаны да штрихтауымыз керек. Алдыңғы бөліктерді шығаруымыз керек. Барлық жарық көлеңкелерді қарастырамыз. Бүгінгі сабақта ұсақ бөліктермен жұмыс жүргіземіз. Ал келесі сабақта натюрморт заттарының жапылау кезеңі болады. Артқы қабырғаларда жұмсартып, алдыңғы қырларын шығару. Бұл туралы кейінірек айтатын боламын. Әзірге қарындаштың көлемінен жұмсақ 2Б, 4Б деген қарындашты алып жұмыс жүргіземін. Кейін қарындашты қосу арқылы жарық көлеңкені күшейтуімізге болады. Іске кірісейік.
Сонымен бүгінгі сабақта жұмыс жүргізе отырып, мен заттардың негізгі жарық көлеңкедегі реңдерін күшейттім. Әсіресе шәйнектің меншікті көлеңкесі, жарық көлеңкесін, шәйнектің ұстағышы мен шүмегін, сонымен қатар пияздың жарық бөлігін, пияз қоңыр, алға шығыңқы, көлемді бола бастады. Үспе көлеңкесін, шәйнектің үспе көлеңкесін, сарымсақтың бөліктері мен шынаяқ ыдыстың негізгі көлеңкелерін, материалдығын көрсеттім. Жарық көлеңкелерін және табақтың негізгі жарық көлеңкелерін жұмыс жасадым. Сонымен қатар қара матаны да толықтырдым. Қоңыр қара мата болып көрінді. Ақ матаның негізгі жиырықтарын көрсеттім. Бүгінгі тапсырма ұсақ бөліктермен жұмыс аяқталды деп айтуға болады. Келесі сабақта негізгі заттарды жалпылау болып саналады. Қажет болған жағдай ұсақ бөліктерді мата жиырықтарын артқа бөліктерді қосу, жалпылау арқылы жұмыс жүргіземіз. Алдыңғы қырларымен жұмыс жүргіземіз. Натюрмортты жинақтаймыз. Бүгінгі тапсырма осымен тәмам. Сау болыңыздар.